асыға жетеді, тракторға жүк көлікке демден алып кетеді. Дегенмен жалғыз өте алмаймыз біз де, сондықтан оның қасында стим тобы табылғанда каналға көрдім біздің достар шақырар. Кетірлі қызықтар, Бізге керегі қызықтар жетейік асыға, Гордон мен стим тобына. Көрдім осындай шешусіз қалмайды ешбір мәселе, жетеді олар көмекке. Гордон бәрін реттейді, шешімін бәрін тауып. Ал оның қасында стим тобы бар әрине. Каналға Гордон біздің достар шақырар. кетірлі қызықтар, Бізге керегі қызықтар жетейік асыға, Гордон мен стим тобына. Гордон осында, осында. Стим тобы. Араларды құтқару. Сен мені түсіндің бе? Ерік. Сәлем. Меніңше бұл... Мен түсіндім. Ол саған сәлем Ерік деген сияқты. Жарайды. Ал мен әсел басқа нәрсе айтты деп ойлаймын. Жалаулардың көмегімен сөйлесу билеумен бірдей деуге болады. Айсана, сөйлесудің басқа да тәсілдері көп. Мысалы, мен бірдеңе айтпақ болғанда былай істеймін. Дұрыс. Ал кей адамдар қолының көмегімен түсіндіреді. Менің атам да сөйтеді. Ол балық аулауға барып, ауды тартқаннан ақ үлкен балық аулағанын бірден білем. Негізімен құлағының мөксі бар адамдар жайлы айтқан едім. Олар сөйлесу үшін ишара тілін пайдаланады. Сәлем. Бұл ишара тілінде көп адам біледі. Ого, әсел тез сөйлеп кетті. Тым тез, түсінбедім не деп жатыр. Тыныштал, әсел. Ол мені жағатын сияқты. Әсел, аралар тек қауіпті сезгенде шағады. Иә, дұрыс. Мүмкін ол жай гүл іздеп жүрген шығар. Гүлдің иісі шығатын сұйық сабынмен бекер жуыныппын. Қорқатын түгі жоқ, әсел. Аралар гүлдерден шырын жинап, одан бал жасайды. Ара жұмыс істеуге келді. Сол үшін оған кедергі келтірме. Болды ма? Менің қарным ашты. Асқазаныңда сөйлей алады екен. Уайымдама, әсел. Аралар соңымыздан ұшпайды. Айтпақшы, мен араларға қызық тәжірибе жүргізіп жатырмын. Рас па? Көрейінші. Жақсы, сендермен бөлісейін. Бәрің мініңдер. Келесі аялдама стим тобының орталығы. Алға! Еріп, қара. Мұна түтікшеде зерттеу жұмысының қорытындысы бар. Тіпті сен алмайым. Кішкентай жәндіктерден неге сонша қорқады екен? Ұят болды ау. Әсел, не деп сыбырлап отырсың? Ана жақта үлкен ара жүр. Ара! Сәлем, ара. Әсел, бұл кәдімгі ара. Өзің қараш. Кешіріңдер, өзімді ұстай алмай қалған шығармын. Рас па? Бұл жұмыс шара, Әсел. Қара, тіпті инесі жоқ. Онда мен бекер қорққан екенмін ғой, иә? Достар, қараңдаршы. Ал мынадан қорқу керек пе? Әсел, бәрі дұрыс.
әртүрлі ашуланып жүр ғой. Мұндай омарта өте қауіпті. Іс әрекеттеріне қарағанда бірдеңе болған сияқты. Мүмкін ұялары бұзылып, не аналықтары өлген шығар. Сенімен келісем, Самғат. Есептеуім бойынша, мұнда 3, не 4 омарта бар. Олар қиындыққа тап болса, себебін анықтау керек. Дайынсыңдар ма, достар? Тоқтаңдар. Әсел? Мен әлі қорқып отырмын. Ештеңеден қорқпа. Біз сенімен біргеміз. Біз сенімен біргеміз. Онда алға. Тим тобы дайындалыңдар. Қуат шарларын жүктеңдер. Күшіміз ғылымда, Заманауи технологияда, инженерлік істе, өнерде, математикада, және спорттық ойындарда. ал бәріміз бірге Тим тобымыз! Гордон, омартаға баруымыз керек. Түсіндім. Омартаға дейін бағыт жоспарын құрамын. Бұл жер қандай керемет. Мұнда тіпті егін жинау автоматтандырылған. Омартаға келдік. Жоқ, ара ұяларына қараңдар. Бишара аралар. Бұл қалай болды екен, Онда не болуы мүмкін? Бір сәтке оны құбыжық деп ойлап қалдым. Жер қозғалып жатыр. Комбайн бізді басып өте жаздады. Ұяларды бұзғанда сол шығар, Қалай ойлайсыңдар? Ол неге бұлай қатты жүреді? Ол борттық компьютер арқылы жүреді. Сонда бір ақау пайда болғаны анық. Әсел? Жоқ, мен бармаймын. Мұнда аралар тым көп. Бірақ сен компьютер жағынан сарапшымсың ғой. Сен ғана жөндей аласың. Уайымдама, Әсел. Менде саған керектінің бәрі бар. Мінекей. Су шашатын тапанша ма? Шынымен бе? Бұл қарапайым су шашатын тапанша емес. Әділ, құрылымны өзгеріс енгіздім. Енді бұл атомайзер. Ол суды атпайды. Бірден шашады. Балдың иісі шығады. Мен суға ара аналығының иісімен бірдей сығынды қостым. Араларға бұл иіс ұнайды. Табылған ақыл. Әсел, комбайнды жөндегенше біз араларды алдай тұрамыз. Білмеймін, Әділ. Мұнда араның саны өте көп қой. Біз бірдеңені ұмытып тұрмыз. Соңымнан еріңдер. Мына омарташылардың киімі нағыз керек нәрсе екен. Кез келген жәндіктерден қорғайды. Ал мен киімді аздап қысқартуға үлгерем бе? Тоқтаңдар, комбайн жүріп бара жатқанда, оған қалай мінем? Оны маған тапсыр. Гордон автобус қашан да көмектесуге дайын. Бип-бип. Гордон, түрленуді баста! Көтергіш кран режимі. Менің сүйікті режимім. Гордон, Әселді комбайнға жеткізші. Ал біз әзірге араларды алдайық. Жарайды. Айсана, Әселдің комбайнға шығуына көмектесші. Көп болады.
Әсел, мен сенен бірге барам. Жарайды, достар, іске кірсейік. Іске асты! Аралар, соңынан ұшыңдар! Ой! Әсел, мұнда секір. Тым биік қой, секір алмаймын. Жай әзілім ғой. Гордон, алға! Жарай, абайлаңдар. О, міне комбайн. Гордон, тез қуып жет. Жарай. Комбайн, тоқта. Тоқта. Ха! Сталдың! Секіруге дайынсың ба, Әсел? Жоқ, Айсана, күте тұрайықшы, өтінем. Әсел, күтетін уақыт жоқ. Секіру керек. Қане, Әсел, қолыңнан келеді. Дұрыс айтады, оған сен. Секір, 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 секір. Алақай! Я, қолыңнан келді. Секірдім, алақай! Мына қолғаптармен қалай жұмыс істеймін? Ыңғайсыз ғой. Қане аралар, соңынан ұшыңдар. Жарайсыңдар, баллар. Наго марташы киімі маған тым үлкен. Ай! Ой! Ай! Маған тимеңдер, шаралар. Мен сендерге көмектеспекшімін. Әсел, аралар үшін уайымдама. Бар көңіліңді компьютерге бұр. Маған түк көрінбей. Әсел, мен оларды алдай тұрам. Уайымдама. Абайлай сана. Әсел, тезірек. Араның ұяларына жетіп қалдық. Мұнда ара қайдан жүр? Әсел, тезірек. Қолғаптарды шешу керек. Ай! Ошақ! Әсел, жарайсың. Я, алағай, керемет! Керемет. Сонша уайымдап едім. Жағдайды түзете алдым. Steam тобы, біз жарады. Рахмет. Ұяларын жөндегенімізбен аралар онда оралуға болатынын қалай түсінеді? Аралар аналық араның ұясына оралған көргенде басқаларына хабар береді. Тоқтаңдар, не? Сонда аралар қалай сөйлеседі? Адамдар жалаулар мен арқылы сөйлесе алатын сияқты. Араларда да бір-бірін түсінетін түрлі әдіс бар. Олар иіс арқылы бір-бірінің алдында билепте түсінседі. Қандай сүйкімді! Оларды мұндай керемет деп ойламаппын. Әсел, қорықпа. Қорықпаймын. Оның маған тиіспейтін білем. Солай емес пе, балақай? Бұлай істеп көр. Шақырады көмекке, ол асыға жетеді. Тракторға жүк көлікке, демде айналып кетеді. Менімен жалғыз, өте алмаймыз бізде. Сондықтан оны қастас деп тобы табылғанда. Каналға, көрдім біздің достар шақырар. Түрлі қызыққа Бізге керегі
қалмайды ешбір мәселе жетеді олар көмекке Гордон бәрін реттейді шешімін бәрін тауып Ал оның қасында стил тобы бар әрине Гордон біздің достар шақырар Түрлі қызықтар Бізге керегі қызықтар жетейік асыға Гордон мен стил тобына Гордон осында Тим тобы. Ұйқы патшалығы. Жарайсың! Жарайсың! Ого, сен нағыз музыкантсың. Рахмет. Керемет! Бойымда әуен билеп алғандай. Баршаңмен сезіп тұрмын. Негізі ол шынымен де мүмкін. Дыбыс ауамен толқын болып таралып, біздің бойымызға енеді. Толқындармен былай ма? Вау! Вау, вау, вау! Әлде бұлай ма? Толқындар жіберейін. Бұл керемет. Алақай. Қайсың қандай екенін көргілерің келе ме? Әділ, күй сандықта ойнасам бола ма? Әрине болады, әсел. Жағажайға соғылған толқындардың дыбысы осындай болады. Ал егер әуеннің үндестігін жоғарылатса, сол, ля, си, до. Ал егер төмендетсе ше? Соль, фа, ми, ре, до. Бұл қызық дерек, ерік. Ғалымдар дыбыстың жиілігін, ал музыканттар үндестілігін есептейді. Дәл солай. Мәссаған, күй сандықта ойнай алатынды білмеп, Мәдина. Музыкада математикаға бағынады. Осы түсін меңгерсең, күй сандықта ойнауды үйрену қиын емес. Рас па? Керемет. Жоқ, әзілім ғой. Мен күй сандықты ойнауды 4 жасымнан бастап үйрендім. Охо, Айсана, сен қалай қимылдайсың? Оп-оңай, Әділ. Жай, еден үстімен сырғып жүр. Достар, бізге топ құру керек. Я! Керемет. Гордон біздің достар шақырар Түрлі қызықтар Бізге керегі қызықтар жетейік асыға Гордон мен стил тобына Гордон осында Жарайсыңдар. Бұл қызық екен. Достар, бірдеңе болған сияқты. Кешір, Самғат. Ән жазып жатқанда біраз импровизация жасап көрейін дедім. Жоқ, аралда түсініксіз бірдеңе болып жатыр. Аралда ма? Қаладағы бақылау камераларының бәрі түсініксіз жағдайды түсіріп алды. Қараңдар. Ол жұмыста ұйықтап қалды. Орындықта отырғанымды түсірші. Жарайды, болды. Көресің бе? Қане? Бұл екеуі саяхатшылар сияқты, бірақ олар уақыт белдеуінің ауысқаннан ұйықтады деп ойламаймын. Отырамыз ба? Мына спортшылар да қазір ұйықтап қалады. Қызық. Адамдар кенеттен ұйықтап қалып жатыр. Алдымен дәмхана, су бұрқақ. Мүмкін мәселе суда шығар. Уайымдамай-ақ қой. Мен күнімен су іштім. Мүмкін ауада бірдеңе бар шығар. Олай болса, өзімізде ұйықтап қалар едік. Бұл ауа өтпейтін жер емес. Мәдина, бірақ бұл дыбыс өтпейтін студия. Я, оны жасау кезінде заманауи материалдарды пайдаланғанмын.
Я, жарайсың. Тағы қарап көрейік. Отырамыз ба? Қараңдар, мына спортшылар құлаққаптарын шешкенше ұйықтаған жоқ. Я, дұрыс. Мен де соны байқадым. Құлаққаптардан шу естілмейтін сияқты. Олар оны шешкенде... Айналадағы дыбыстарды естіп, содан соң... Тоқтаңдар, олар неге ұйықтап қалуы мүмкін? Дыбыстар айналаға әртүрлі әсер етеді. Мысалы, қатты естілетіні ащы дыбыс. Бұл дыбыстан жүрегің қатты соғып кетті. Оған қоса, музыка дыбыстың бір түрі болған соң, әртүрлі әсер етуі мүмкін. Кейде мұңға батырады, кейде... Көңілді көтереді. Немесе ұйқы шақыруы мүмкін. Жақсы дыбыстар екен ер. Саған ұнағанына қуаныштымын. Қажет боп қалатынын біліп едім. Достар, менің құрылғым төмен жиіліктегі түсініксіз дыбыстық белгіні анықтады. Мүмкін бәрі сол үшін ұйықтап қалып жатқан шығар. Әсел, оны бақылай аласың ба? Оп-оңай. Жаңа аудио талдау үшін бізге көмектеседі. Сен білген сияқтысың ғой. Онда алға. Тоқтаңдар, шықпастан бұрын ала кетуіміз керек. Ерік. Я, самғат. Бұл дыбыстық белгіні естіртпейтін құлаққаптар керек. Сенде ондай нәрсе бар ма? Әрине бар. Дайынсыңдар ма, достар? Steam тобы дайындалыңдар. Ват шарларын жүктеңдер. Ішіміз ғылымда. Заманауи технологияда, Инженерлік істе, Өнерде. математикада, және спорттық ойындарда. Ал бәріміз бірге Steam тобымыз. Steam тобы көмекке асығар. Жүргізушілердің бәрі рөлде ұйықтап қалыпты. Гордон, солға бұрыл. Содан кейін жоғарға қарай көтеріл. Түсіндім. Мен қателесіп тұрмын ба әлде шынымен Главенхойн профессор жаңа зертхана салған жерге бара жатырмыз ба? Ол тағы бірдеңе білдірген сияқты. Профессор, бұл біз. Үйде біреу бар ма? олар да ұйықтап қалған сияқты. Мәселенің қайдан пайда болғанын таптым. Оны тоқтан ажырату керек. Ол оп-оңай ғой. Әсел, бәрі жақсы ма? Иә, керемет. Көрдіңдер ме? Оп-оңай дедім ғой. Солай деп сенгім келеді. Бірақ олар әлі ұйықтап жатыр ғой. Профессор, Тағы 5 минут, апа. Апа. Қане жылдам ояныңыз, профессор. Сәлеметсіңдер ме? Профессор, мұны неге ойлап таптыңыз? Ұйқым дұрыс болмай жүрген еді. Сол үшін осы жаңа өнер табысымды ойлап таптым. Ол төмен жиіліктегі толқындарды шығарады. Ондай дыбыс толқындары ұйқы шақырады. Ал маған оның ұнағаны сондай. Бәрі естісін деп дыбыс ұлғайтқыштарға жалғадым. Көріп тұрғандарындай, қатты әсер еткені сонша өзімде ұйықтап қалыппын. Иә.
Бұл сым дыбыс ұлғайтқыштарға емес, радио антенналарға жалғанған. Флойд ақмақ, бәрі сенің кесірің. Не білдіргеніңді білемісің? Не істедің? Дыбысты бүкіл аралға таратқандықтан тұрғындары қалың ұйқыға кетті. Түсінбедім, нені айтып тұрсың? Мен тапсырманы тым жақсы орындаған сияқтымын. Дыбысты естігендердің бәрі ұйықтап қалды. Енді жүгіріп жүріп бәрін оятуымыз керек пе? Керемет, мен қолдаймын. Асана, сабыр ет. Дыбыстың салдарынан болған мәселе емес пе? Ендеше сол арқылы шешеміз. Бәрін бір сәтте қалай оятамыз? Оятатын дыбыстық белгімен бе? Ол мүмкін емес. Мен құлағанда радио антеннаны сындырып алған сияқтымын. Оған үміт артудың қажет жоқ. Ал үлкен қуатты дыбыс ұлғайтқыш ше. Бұл ойың өте жақсы. Шақырады көмекке, ол асыға жетеді. Тракторға жүк көлікке, демді айналып кетеді. Дегенмен жалғыз, өте алмаймыз бізде. Алға! Қасында сен торы Ауырнай, оны бүкіл қала ішіне сүйреп өте алмаймыз. Біз сүйре алмаймыз, бірақ мен кімнің шамасы жететінін білем. Мен келдім. Гордон автобус дыбыс ұлғайтқышты алып жүре алады. Бип-бип. Гордон, түрленуді баста! О, маған сондай ұнайтын кран режимі. Дыбыс ұлғайтқыш өте ауыр, бірақ мен бар күшімді саламын. Алға, Гордон, қолыңнан келет! Жарайсың, Гордон, қайет көтер! Бірақ ең алдымен оны дұрыс жиілікке қою керек. Төмен жиіліктегі дыбыс адамдарды ұйықтатуы мүмкін. Демек, жоғарғы жиіліктегі дыбыс оятылады деген. Адам 3000 герц аралығындағы жиілікті бірден сезеді. Байқап көрейік. Қане, байқап көрейік. Жоқ, бұл жарамайды. Мені бұлай оятқан қаламас едім. Достар, аралда концерт өткізсе қайтет. Тамаша. Жаңа әніміз өте танымал болатынына сенімдімін. Шақырады көмекке, ол асыға жетеді. Тракторға жүк көлікке, демді айналып кетеді. Дегенмен жалғыз, көрсе алмаймыз бізде. Сондықтан оның қасында стим торба табылғанда. Каналға Бұл қандай музыка? Мына музыканы естіп тұрсыңдар ма? Қандай керемет музыка. Тынығып алдым. Не болды? Білмейм, бірақ бұл әннің маған ұнайтыны анық. Керемет! Керемет. Рахмет. Біз Steam тобы жарадық. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет! Тамаша! Ал енді біз жақын досымызға арнап тағы бір ән орындағымыз келеді. Ол тәтті түс көріңіз, профессор атты бесік жыры. Керемет! Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2023 жыл.